Ішімдегіні айтпасам, бір күні жарылатыным анық. Құрметті көрермендер, бүгін сіздерге енемнің қандай пасық адам екендігі туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Мен ауылдан шыққан қарапайым қара торы қызбын. Жасым 23-те. Ата-анам өте қарапайым тұрды. Әкем егін шаруашылығымен, анам үйде отырды. Осылай жүріп, есігімнің алдына кімдер келіп, кімдер кетпеді. Сұрап келген адамдар өте көп болды. Осы жігітіме тұрмысқа шығамын деп қояр да қоймай тұрмысқа шықтым. Ал енемнің істегені мынау. Ақыры ішіме сияр емес, бәрін жайып салайын. Тұрмысқа шыққаныма міне 1 жыл болып қалды. Енем әкелген жүгімді ыдыс аяғымда менсінбеді. Той біткен соң қонақтап келген туыстарына таратып жіберді. Біз қалада жұмыс жасаймыз. Тойдан кейін 2 күннен соң жұмысқа кетіп қалдық. Жүгім бәрі ауылда қалған еді. 1 айдан соң қайта ауылға бардық. Менің төсек орыным, шкафым ғана тұр. Құрақ көрпеге дейін, ыдыс аяғыма дейін жоқ. Іздеп таппай, ақыры енемнен сұрадым. Жүгім қайда дедім. Енем таратып жібердім. Қонақтап туыстарым келді деп мәз. Қақпас. Оны анам мен әкем кредитке кіріп әрең алып берген еді. Жыным келіп, өзімді ұстай алмай, ішімдегіні жайып салдым. Ол жүкті менің ата-анам маңдай теріммен кредитке алып берген. Мені осы жүктің рахатын көрсін, бала шағасымен көбейсін, көркейсін деп алып берген еді. Не үшін өзгелерге таратасыз? Менен бір ауыз сұраған да жоқсыз. Ұятыңыз бар ма? Деп қатты ашуланып айтып салдым. Ашуым кеп, өш алғым келіп жүрді. Сол ұрыстан кейін баласына мені жаман атты етіп, сұмырай келін атандырды. Уақыт өте келе енемнен өш алуды ойладым. Өзінің кезінде төркінінен келген кілемі бар екен. Оны 4 үйге үлкен етіп жайып қойған. Үйде мысық бар еді. Соның боғын алып кілемнің астына салып таптап кеттім. Тура қалаға кетер кезде тағы да сол қылығымды қайталадым. Айызым қанып, қуанышты болып кеттім. Әр барған сайын бір затын шағып, сындырып, бүлдіретін болдым. Ол кісі де менің өш алып жүргенімді біліп, үнемі мені баласына жамандайтын. Одан бетерде ашуланып, істемегенім қалмады. Осы соңғы рет жасағаным, ауылда от жағатын едік. 4 бөлмедегі полды күйдіретін болып шештім. От жағып жүріп, әдейі ошақтың үстіндегі қызып тұрған темірді еденге тастай салдым. Өтірік қолым күйді деп айта салдым. Өткенде бауырсақ пісіріп жүріп қолымды күйдіріп алғанмын. Соны көрсеттім де сытылып шықтым. Енем бақырып, үйден айқайлап мені қуып шықты. Сонда күйеуім келіп қалды. Содан баласына әбден шағынданып, мені үйден кетсін дегенді айтты. Мен де кетемін деп шештім. Бірақ күйеуім мені қалаға алып кетті. Енем екеуміз қазірде ит пен мысық сияқтымыз. Бір-бірімізді көрсек, үнемі жақтырмай жүреміз. Ол кісі де мені отырсам опақ, тұрсам сопақ етеді. Енді өзінің жазасы сол емес пе? Менің жасауымды жұрттарға таратып, менсінбей қараған үшін өзі кінәлі. Мен тыныш жүрген әдемі келіншек едім. Содан күйеуіме жасауымды қайтадан алып беруін сұрадым. Кейіннен бірге жұмыс жасап, ол маған жақсы жасауымды жасап берді. Содан кейін енеммен араласуды да қойдым. Қазір қалада бөлек тұрамыз. Анда-санда келгенде сәлемімді салып, шайымды беріп, қайтадан ертесіне шығарып саламын. Құрметті көрермендер, мұнымен айтарым, өздеріңізді бұғып жүре бермеңіздер. Келін ененің топырағынан ә десе мә деп, басында бетіңді ашпасаң, мың қиып өтеді екесің.
не күйеуіңе, не атаңа қадірің болмай, малай сияқты өмір кешеді екенсің. Видеоға лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Меніңкі дұрыс па, әлде ененімдікі бұрыс па?